Ыбырай Алтынсарин «Қарға мен түлкі». Ашылып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлкі соған жетіп келді, қарғағаштың басында мұны көрді. Тістегені аузында тәтті ірімшік, мұны көріп түлкі екен сөйлей берді. Қарға батыр әр сөзің күміс алтын, сырттан халқың тілейді барша халқың. Қарғаныңдей әуез жоқ деп осылайша шығады сыртқа даңқың. Сандуғаш бұлбұлдарды көріп едім, жүзіңді бір көруге келіп едім. Дауысыңды бір шығаршы шаттанайын, сырттан асық болғаннан өліп едім. Басын салып құйрығын бұлғаңдатып, екі көзін қарғаға қылмаңдатып, қарға тақсыр көз жасым көріңіз деп, жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұл қарға сілкінеді, ішін тартып миықтан бүркіледі. Мақтау сөзге семіріп судай тасып, пәрменше қарқ етті аузын ашып. Қарқ еткенде ірімшік жерге түсіп, оны кетті түлкі екен алды қашып.